Достар, видеоны бастамай тұрып, сіздерге Феникстің арнасына тіркелуді ұсынамын. Онда сіздер әртүрлі ойындардан летсплейлер, әсіресе GTA 5-тен, Майнкрафттан және де Dota 2 ойындарынан летсплейлер көре аласыздар. Сілтемесі төменде тіркелеміз. Ренжімеңіздер, мен сабақтан келіп тұрмын. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Майк Миллер. Бүгін ойында біздер Oxenfree атты ойынды ойнайтын боламыз. Кеттік. Гауды айтпайын бүгін. Жарайды. Бұл ойынға келетін болсақ, бұл ойын мен алғаш рет ойнайын деп тұрмын, сондықтан алғашқы көз қарас. Басты рөлдерде Алекс, Джонасса, Клариса, тыңдайық, қарайық. Керемет, Титаник кетіп батыр. Опа, міне, бұл жерде таңдау керексің. 3 шырақ, сон біреуін мен сөйлеймін, типа, бұл мен ойым. Оп, сөйледім. Басшық біреуін қайсын басқанды, бірақ басылып кетті біреу. Так. Сағат кешкі 8. Так, әзірше түсініп атқан жоқ, астынан субтитр да шықпай жатыр тіпті. Да ладно, лучше не надо дейді. Сөйлесіп тұр. Субтитр, бәсе. Так, субтитр қайда? Сосед по комнате дейді. Мен қыз екенмін ғой да, ё-моё, адамдар мен ер боламын деп ойлап отырмын, жарайды. Шынымды айтсам, вообще сөйлегім келіп отқан жоқ, қарағым келіп отыр. Қызық сияқты. Это странно. Бір түсті ғой енді. Туалет сасып жатыр дейді. Я считаю тебя щенком. Щенко. Сіздер қалай таныстыңыздар дейді. Ұялып жатыр жүр қыз. Кеш болды. Бір заттарыңызды ұмытып кеткен жоқсыздар ма, қараңыздар деп жатыр. Үстіндегі жігіт. Суретке сөйт. Джонас. Так, львом. Так, жүруге болады екен ғой мына жақта, стрелкамен жүреді, иә. Так, тағы не істеуге болады екен? Правилды бассаң, позироваться дейді, қазір қарайық. Селфи! Білмеймін, бірақ алған шығар деп ойлаймын, енді өзім былай көрген жоқпын. Так. Так, қай каналға ауыстыру керек екен?
Білмедім, бірақ қазір біздер каналдар қараймыз, в общем. Бля, 88-де 3-ке. Осы міне, осы канал. Так. Мына жерде біздің водителіміз отыр. Қайықтың водителі. Если дауысты қараңыздар, керемет. Oxenfree атты ойынымызды жалғастырамыз. Міне манағы селфи біздің жасаған, міне біздің сол жағында қыз болып келетін болдық. Қыз болатын болдық, міне мынау скейтбордистерге ұқсайды екен түрі. Комик балаларға ұқсайды. Міне біздер қалаға емес, енді ауылға келдік, ауылға. Керемет ойын сияқты, менің алғашқы көзі қарасқа бұл өше керемет ойындардың бірі. Маған әзірше ұнап жатыр. Если у тебя есть, куришь ли ты? Нет, спасибо. Спасибо, я не курю. Салауатты өмір салты. Жүріңіздер, ағайындар. Не услугу? Жүрші құрсын, мылжыңдап адам басына ұрттың ғой. Бегес. Жүр өткізбейсің ғой, жүр. Бәрінің ауызын жауып тастайтыңыздар, ода дерскі сөйлейтін, сондай дерскі қыздардың бірі ғой. Кеттік. Өзім барғым келіп тұрған жоқ дейді. Тез жүресіңдер ме, ағайындар? Әңгімесі жоқ. Жүріңіздер енді, ағайындар. И пляж. Куда он ведет? Біз ол жаққа баруымыз керек емес, сондықтан былай қарай жүреміз. Әзір бізге ол жаққа емес дейді жол. Так. Керемет мүсін. Кеттік, біздіне қарай барайық. Мен бұл ойында сөйлеудің көп қажет жоқ деп ойлаймын, сондықтан бір өздеріңіз астан оқып отырсаңыздар болады. Сосын тыңдағаным жақсы. Сөйлесең көп сөйлейді бұлар бар ғой. Жалғастыра берді бастасаң. Үлгере алмай. Түсінбедім, жүр десең жүрмейді бұлар. Бәсе енді кірлетшін. Бұл жақта қорқынышты пещералар бар. Кеттік, офиске кірейік, ағайындар. Кіре алмаймыз екен офиске. Магазинге қарайықшы, не бар екен ішінде. Ерте жабылады екен шынымен магазиндер. Бәрі. Сағат неше болды екен? Оп, үлгере алмадым. Мышкамен
Enter бірге жүру керек вообще. Не делался әдемі ойын екен. Кітрелді басамыз керек. Так. Карта біз мұнаң түгеліне барып келуіміз керек ба сонда? Біз қазір Main Street'теміз, Main Street. Так, біз Discovery Cliffs'ке баратырық. Бұл жақта біздің достарымыз бар деген ойдамын, себебі мына жақта белгісіз екі адамның суреті бар. Әзірге бұл ойынды дұрыс түсінбегенше қиын болады сияқты менің ойымша. Картамен Ктрелмен ашатын болдық, сонымен мына екі бала шынына қорқақ екен кішкене. Так. Заткнись. Жүріңдер. Секіреміз, жүріңдер. Так, мен екеуіне қарап тұрмын негізі. Ал енді ер балдардың күші керек негізі. Көмектесетін шығарсыңдар да? Не ақпысың бұл сөз? Қозғалмайды. Адам ұят шық, жарайды, кеттік. Қарайық, бұның құлатқанда бізге не пайда екен? Мен үстіне мүп баратырмын заборға, мен ойлаймын не мына жаққа қарай бір ход жасайды, бірдеме жолдар жасайды деп ойындағыдай. Бірақ ондай болмады. Көрейік. Біздер достарымызға баратын шығармыз. Мүмкін. Сағат 9 болды. Уже 1 сағат өтті. Ойын дейіне отқанда сөйлеген келмейді шыны керек. Себебі өздерінің әңгімелер қызық. Соны тыңдап отырасың. Опа, міне. Достары. Қалай кетіп батсыңдар? Бір-бірінің үстіне қалай кетіп батыр? Сөнбеді. Опа, міне достарына келдік. Как ты? Мынар тек Амазонкада жүрген сияқты, джунглиде. Жүгірейінде жүр. Ішімдік ішейінде отыр бұлар. Қалғандары қайда? Үлгер алмайтын басып.
Кеттік біз қазір жағажайға барамыз. Жағажайда қандай қызықтар бар екен көрейік. Міне біздің жағажай. Достар, бүгінгі біздің қоныстанатын жеріміз мына жағажай. Керемет жағажай сияқты, менің ойымша барлық бүгінгі қызықтардың бәрі осы жерде болатын сияқты. Достар, біздер я сөйлеп болсын болар. Үлгертпей жатыр да кәдімгі. Достар, жақсы ойын сияқты. Осылай достар, біз осы ойынға деген алғаш көзқарасымыз бітірейік. Мен бұл ойын жайлы айта кетейін. Бұл ойын менің ойымша керемет сияқты. Себебі бұл ойында керемет ауа райы, керемет жерлер. Маған бұл ойынның тіпті сөйлескендері, бір-бірімен әңгіме айтқандары шын өмірге сай келеді. Шыны керек, американецтер, шетелдіктер осылай көңіл көтереді, осылай өмір сүреді. Өстіп көп шетелден тағы шығады, өздерінің елдерінде көп жүрмейді, көбінесе қыдырады деген сияқты. Олардың өмірі әрине қызық, содан бір ойын шығарған. Oxenfree керемет ойын. Мен 10 балдың 10-ын берер едім бұл ойынға, себебі бұл ойын қызық. Өздеріңіз ойнап қараңыздар, сіздерге ұсынамын, ойнауға кеңес беремін. Достар, біздер осылай осы видеоға деген Let's Play'імізді енді аяқтайық. Егер де видео ұнаса, осы ойын ұнаса, онда лайк қойыңыздар, комментарийға жазып кетіңіздер. Сіздердің комментарияларыңызбен мына ойынның жалғасы шығуы мүмкін. Жарайды, сау болыңыздар, сіздермен бірге болған мен Майк Миллер.